Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған 40 мысал челлендж. Малшы мен маса. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып, үстінде көк шалғынның самал жерде тұрайып қалды сабаз ұйықтап қатып. Келеді қара жылан шағайын деп, қапысын ұйықтағанда табайын деп, малшыны сол уақытта маса шақты оятып бұл бәледен қағайын деп. Ұйқысын малшылыңды ашпай тұрып, өлтірді шағып тұрған масан ұрып, көтеріп жерден басын біраздан соң, қарады жан-жағына мойнын бұрып. Жыланды көрген шақта малшы өкінді, достығын сармасаның сонда ұқты, сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, демеңдер сөз жазуға олақтығым. Жыланды малшы көріп болғаннан соң келмеді бір-біріне жолатқызғым. Мысалы қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәле делік аңдып баққан, оның түрін көргенмен сарымаса халықты оянсын деп сөзбен шаққан. Ойлаймын осы сөзде жетеді деп, қатты айтсам сөзім батып кетеді деп, ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді қорқамын сарымасадай етеді деп.